Сәлеметсіздер ме, психолог әріптестерім? Бүгін мен сіздермен мектеп психологының буллингке қатысты құжаттары мыналарды қамтуы тиіс деген құжаттар тізімімен буллингке қатысты бөліспекшімін. Қандай құжаттар болу керек? Одан кейін осы буллингке қатысты психологтың бір жылдық, яғни 9 айға арналған жоспарымен бөлісемін. Ол жоспарлардың 9 айдағы сараптамалық анықтамасының үлгісі де тұр. Наурыз айынан бастап, ақпан айынан бастап сараптамалық анықтамада жазылған ұйымдастырылған іс-шаралардың разработкаларына дейін арт-терапия, сессия, эмоцияларын қалыптастыруға арналған психологиялық ойындар, ата-аналарға арналған буллингке қатысты жаднамалар, буклеттер, тренингтер, тағы да басқа іс-шараларды дайын күйінде сараптамаларын да әр ай бойынша өткізілген шараға қатысты сараптама жазасыз ғой. Оларды да салдым. Тағы да айтам, ақпан айынан бастап ұйымдастырылған іс-шаралардың разработкаларында жас психологтарға көмек ретінде, яғни әдістемелік көмек ретінде салып қойдым, өзімнің іс тәжірибеммен бөлісіп. Бір керектеріңізге жарасын. Лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап, каналға тіркеліп, бар материалдарымды осында каналдағы өзге де қазақ мектебінде болсын, орыс мектебінде болсын жұмыс жасайтын психолог әріптестеріңізге тарата отырыңыздар. Бірімізді қолдаған кезде ғана біздің оқушыларымыз, тәрбиеленушілеріміз өте тәрбиелі, саналы ұрпақ болып шығады. Бір керектеріңізге жарасын. Сонымен кеттім. Мінекей, бірінші сайтта буллингке қатысты есептер мен қаптамалар. Бұнда буллинг жағдайы туралы есепте міне өздеріңіз оқып аласыздар. Не жазылу керек, не қамтылу керек. Қаттамада не жазылу керек, міне қысқаша ақпараты тұр. Бұл бірінші психологтың буллингке қатысты құжаттарының түрі, яғни есептер мен қаттамалар. Екінші, буллинг бойынша жеке жұмыс жоспары болу керек. Онда жеке кеңес жоспары болу керек. Міне, онда не қамтылу керек? Қысқаша мазмұны тұр. Қолдау бағдарламасы, онда не қамтылу керек? Міне, ол да тұр. Оқып аласыздар, тоқтатып қойып, жазып. Одан кейін келесі, үшінші, репортаждар мен мониторинг. Оқушылар арасында қарым-қатынас мониторинг. Міне, онда не қамтылады? Барлығы тұр. Психологиялық тесттер мен сауалнамалар аласыз. Міне, оларда тұр. Кейін қажет болса, бұлар жөнінде де общий республикалық психологтардың чатына жаза салыңыздар. Мен өзімнің дегі бар құжаттарыммен осы канал арқылы бөлісетін боламын. Келесі, төртінші, ата-аналармен жұмыс жоспары. Онда не қамтылады? Ата-аналарға арналған ақпараттық материалдар. Міне тұр мазмұны. Ата-аналармен кездесулердің қаптамалары. Онда не жазуыңыз керек? Бесінші, жүйелі талдау және ұсыныстар. Буллингке қатысты талдау. Міне оның мазмұны, рекомендация мен шаралар жоспары. Міне онда не қамтылады? Одан кейін алтыншы, құқық қорғаушы органдармен жұмыс құжаттары, құқық қорғаушы органдармен жұмыс істеу хаттамалары. Міне онда не қамтылу керек, не жазылу керек? Қысқаша мазмұны. Жетінші, тренингтер және оқыту бағдарламалары. Психологтың жүргізген тренингтері мен семинарлары туралы есептер. Оқушыларға арналған тренингтер. Не қамтылу керек? Міне. Келесі, ары қарай құжаттардың сақталуы қайда сақталады? Міне. Сосын кейін мектеп психологының буллинг бойынша жеке жылдық жоспары төмендегідей болуы мүмкін. Мен үлгісін бердім. Бір жыл бойынша, ол бір оқу жылына арналған. Бұны сіз келесі оқу жылында да қолдануыңызға болады. Міне, енді сол буллинг бойынша жеке жылдық жұмыс жоспарын
мен таныстырайын. Қысқаша өздеріңіз тоқтатып жазып аласыздар. Міне, буллинг бойынша жеке жылдық жұмыс жоспары. Оның мақсаты буллингтің алдын алу, оны анықтау, мектептегі қауіпсіз ортаны қалыптастыру. Енді жоспарланған іс-шаралар қыркүйек айы бойынша, міне, ондағы негізгі тақырып мектепте қауіпсіз орта құру. Қандай іс-шара өткізесіз? Міне, мына жерде тұр. Өзіңізге ыңғайлысын аласыз. Одан кейін екінші, қазан айының тақырыбы буллинг белгілерін анықтау және мониторинг жүргізу. Онда қандай іс-шаралар өткізесіз? Міне, осылардың ішінен өзіңізге қажеттілерді қойып аласыз. Бір айдың ішінде. Осы бетте бәрін қолдануыңызға да болады. Өзгертуіңізге де болады, өзіңіздің шеберлігіңізге қарай. Үшінші, қараша айының тақырыбы жеке жұмыс және арнайы тренингтер. Онда қарастырылатын, ұйымдастыратын іс-шараларыңыз міне тұр. Келесі, желтоқсан айында жұмыстың тақырыбы осы буллингке қатысты қиын жағдайларды шешу және көмек көрсету. Қандай іс-шаралар өткізесіз? Міне осылардың ішінен керектісін алуыңызға болады, бәрін қамтуыңызға да болады. Өзіңіздің шеберлігіңіздің ыңғайына қарай қолданасыз. Бесінші, қаңтар айының тақырыбы әлеуметтік қолдау және әлеуметтік қызметтер. Міне, қаңтар айында қандай іс-шаралар ұйымдастырғыңыз келеді, осылар төңірегінде ұйымдастыруыңызға болады. Осы бетте шығарып алсаңыз да түгел қолдануыңызға да болады. Енді ақпан айы. Міне, жаңа жазбаның басында айттым, видео жазбаның ақпан айынан бастап толық қандай сараптамалық анықтамада қандай іс-шаралар ұйымдастырылып жазылды, соларды әзірлемелерімен қоса, яғни разработкаларымен қоса, барлық материалдарымен қоса салдым. Дайын тұр, қолдануыңызға болады. Келесі оқу жылында дайын тұрған сіздердің буллингке қатысты материалдарыңыз болып есептеледі. Алтыншы, ақпан айындағы тақырып буллингтің алдын алу бағдарламаларын дамыту. Міне, қарастырылатын іс-шаралар. Толық бұлар астында тұр. Қазір сараптың бәрі жылдық жоспар ғой, бұл таныстырып атқан. Жылдық жоспарды таныстырып болғаннан кейін барлығының сараптамасы тұр. Қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, қаңтардан бастап ақпан, наурыз, сәуір, мамырға дейін, одан кейін ақпаннан бастап барлық материалдар тұр. Арт-терапия, психология, ойын, буклет, жаднама, тренинг, бәрі тұр. Сессия деген сияқты. Келесі, жетінші, наурыз айының тақырыбы осы буллингке қатысты оқушылармен топтық терапия және тренингтер өткізу. Міне, осылардың қайсысын өткізесіз, өзіңіз таңдап аласыз, осы бетте қолдана бересіз. Сегізінші, сәуір, қорытынды жұмыстар және нәтижелер. Міне, не өткіздіңіз? Жыл бойы өткізілген жұмыстарыңызға қатысты мазмұндарды қамтиды. Нұсқаулық деуге де болады, дайын тұрған жоспар деп те осы жоспарды қолдануыңызға болады келесі жыл. 9-шы, мамыр, мектептегі қауіпсіздік шараларын нығайту. Іс-шаралар міне тұр. Енді жоспардың да біз қандай нәтиже аламыз осы жыл? Міне тұр. Жоспардың әр нәрсенің нәтижесі болу керек. Жыл бойы осы 9 айда буллингке қатысты ұйымдастырған және буллингке қатысты құрастырылған осы жоспардың нәтижесі. Міне, қандай нәтиже сіз аласыз? Дайын тұр. Енді әрі қарай міне, осы атқарылған іс-шаралардың бойынша сараптама деп қояйын өзіге. Сараптама дей салайын. Тамалық немесе анықтама. Әріппен қайтадан дұрыстап қоям. Арасында осылай кетіп қалса, дұрыстап отырам, оны айып етпеңіздер.
Бұндай кемшіліктер қанның қызында да болады, Міне, анықтама орны, қатысты анықтама деп те қойдым. Қыркүйек айы бойынша жарайды. Қыркүйек айы бойынша мынаны алып тастайын да, қыркүйек айында хаттама ғой. Міне де тұр екен ғой, байқамай. Міне тұр. Соны жазасыз, мұның жалғасы мұның қыркүйек айында. Жаңағы сараптамалық анықтама деуіңізге де болады. Енді буллингке қатысты хаттаманың үлгісі. Міне, қарайсыз да, мына ашық тұрған жерлерді өзіңіз толтырасыз. Хаттаманың үлгісі, осы хаттаманың жалғасы. Одан кейін соңында қол қоясыз, психолог, сынып жетекші, ата-ана. Одан кейін қыркүйек айында ғой бұның бәрі. Буллингке қатысты хаттаманың үлгісін жаңағы ғой. Көрсеттім. Енді үлгісі, міне жалғасы, жаңа буллингке қатысты хаттаманың. Енді буллинг болып қалған жағдайда бұл. Болып қалса, кім жасады, қайсыны? Одан кейін, міне, көрдіңіз бе, осының жалғасы, жаңағы буллингке қатысты болған, буллингке қатысты хаттама жасау, бұл соның жалғасы жаңағы. Келесі екінші. Қазан айына сараптамалық анықтама. Буллинг белгілерін анықтау, монитор жүргізу дедік қой, міне. Мақсаты қазан айындағы жаңағы жоспардың сараптамалық анықтамалар. Бұның жалғасы, міне. Жалғасы қазан айындағы. Қорытындысы, бұл қазан айындағы сараптамалық анықтаманың жалғастары, міне ұсыныстары. Келесі қараша айында арналған сараптамалық анықтама, жеке жұмыс жоспарына тренингтердің, міне, қандай тренингтер өткізіңіз, бәрі тұр. Ішіндегі тренингтердің разработкасын дайындап бер десеңіздер, дайындап осы каналға саламын, өзіңізде құруыңызға болады. Міне, анықтамасы, бұл анықтама жалғасы, бұл да анықтаманың жалғасы. Міне, анықтаманың жалғасы, яғни қараша айы бойынша. Келесі төртінші, міне, жаңағы жылдық жұмыс жоспардағы қиын жағдайлар шешу және көмек көрсету дедім ғой, тақырыбы желтоқсан айы. Соның сараптамасы, анықтамасы, міне, бас жақтары. Келесі бөлігі сараптамалық анықтаманың жалғасы, соңғы, бұл қараша айы бойынша, желтоқсан айы бойынша. Енді келесі қаңтар айы бойынша. Міне, қаңтар айы бойынша ұйымдастырылған жұмыстарға қатысты сараптамалық анықтаманың үлгісі, әлеуметтік қолдау және әлеуметтік қызметтер. Бұның бәрі жоспарда тұр, сіздерге ұсынған. Сол қаңтар айындағы сараптамалық анықтаманың бас жағы, басы, міне жалғасы сараптамалық анықтаманың соңғы жағы, міне сараптамалық анықтаманың қаңтар айы бойынша дайын, басыңдағыңызды ауыртпайсыз, келесі оқу жылында қолдана саласыз. Тек қана разработкасы ішінде жазылған ең қажет десеңіздер, мен ерінбей осы YouTube каналыма саламын. Келесі, енді жаңа айттым, мен ақпан айындағы толық салдым. Мен анау қыркүйектен бастап 5 айдың толық салған жоқпын, тек қана анықтамаларын салдым. Ақпаннан бастап сіздерге толық разработкаларымен қосып, арт-терапия, сессия, тренинг, буклет, жаднама бәрін салдым. Міне, бұл ақпан айына қатысты сараптамалық анықтама. Ақпан айында буллингке қатысты ұйымдастырылған тақырып буллингтің алдын алу бағдарламаларын дамыту. Міне, сараптамалық анықтаманың бас жағы, жалғасы, ақпан айы бойынша сараптамалық анықтаманың мынау да жалғасы. Міне соңы, мынау соңы ғой, міне төгілдір. Енді осы ақпан айындағы осы сараптамалық анықтаманың ішінде ұйымдастырылған іс-шараларының барлық несі міне тұр. Іс-шараларының разработка. Іс-шара ақпан айында. Сен менің досымсың. Өте тренинг, сабақ. Міне жаңағы бұның бәрі неде тұр. Келесі іс-шара ақпанда. Бірге болу қауіпсіздік кепілі, дайын. Міне жалғасы. Жаднама ақпандағы. Буллингке қалай қарсы тұру керек.
кімге хабарласуға болады ақпан айындағы бұның бәрі жаңа сараптамалық анықтама тұр. Буллингке жол жоқ. Міне ақпан айындағы. Міне жартысы буклет қой. Бірінші, екінші беті, үшінші, төртінші, бесінші беті. Буклет ұйымдастырып, көшеге қойып қоюыңызға болады. Одан кейін өзіңіздің кабинетіңізге әкеп қоясыз. Одан кейін міне ата-аналарға арналған семинар, баланың мінез құлқындағы өзгерістер буллинг белгісі болуы мүмкін. Міне семинардың разработкалары тұр. Міне жоспары, семинардікі өлі. Міне семинарға қатысты. Одан кейін ата-аналар чатына таратылатын ақпараттық парақтың үлгісі тұр. Ата-аналар біз тек қана онлайн форматта бетпе-бет жұмыс жасамаймыз ғой. Чат арқылы да жұмыс жасаймыз онлайн форматта. Міне мектептегі ата-аналар чатына таратылатын ақпараттық парақтың үлгісі. Осыдан бастап таратасыз. Осы беттен бастап чатқа саласыз. Міне чатқа саласыз. Міне чатқа саласыз. Міне чатқа саласыз. Мынау да чатқа салынады. Мынау да чатқа салынады. Келесі, міне енді наурыз айы бойынша. Сонымен жаңа ақпан айы бойынша барлығын көрсетіп, материалмен болса, енді наурыз айында сараптамалық анықтама, атқарылған іс-шара бойынша сараптамалық анықтама салып отырыңыздар. Тексеруге келген зерделеу комиссиялары болсын, тексеру комиссиясы болсын, сараптамалық анықтама бойынша тексереді. Одан кейін судағы сол анықтамада жазылған іс-шаралардың материалдарын тексереді. Міне наурыз айындағы тақырыбы оқушылардың топтық терапия және тренингтер өткізу жұмысы оқушылармен буллингке қатысты. Міне сараптамалық анықтаманың бас жағы, мынау да сараптамалық анықтаманың жалғасы наурыз айы бойынша, мынау да наурыз айы бойынша сараптамалық анықтаманың жалғасы, мынау соңы наурыз айындағы сараптамалық анықтаманың. Енді төменде топтық терапия сессияларына арналған материалдарды ұсынып қойдым, салып қойдым. Әр тақырып бойынша мақсат, жаттығулар және жұмыс барысы берілді. Міне сессия наурыздағы менің ішкі әлемін. Тоқтатып өзіңіз толық мәлімет алып қолдануыңызға болады. Екінші сессия наурыздағы. Үшінші сессия наурыздағы. Сессия соңындағы кері байланыс. Бірінші эмоция шеңбері жаттығу өткізілген наурыз айында. Бұл да тұр ғой сараптамалық анықтама. Тақырыбы. Екінші менің қолымдағы қуат арт-терапия наурыз айында ұйымдастырылған. Бәрі сыныппен өткізбейсіз ғой. Буллингтік іс-қимылға бейім сыныпта оқушыларға арнап, немесе сол сыныпқа арнап өткізесіз ғой. Бәріне бірдей өткізбейсіз. Бәрін жинап бірақ өткізуіңізге болады немесе. Екінші тренинг тақырыбы тату сынып, табысты сынып. Одан кейін міне тренинг тақырыбы мен және менің шекарам. Бұл екінші тренинг наурыздағы. Үшінші тренинг қысқаша бір-бірімізді тыңдай білейік деген. Одан кейін психологиялық бағыттаушы сессия. Психологиялық көмек бересіз ғой міне. Бірінші сәлемдесу, сенімді атмосфера орнату, міне қысқаша. Одан кейін екінші жаттығуы психологиялық бағыттаушы сессия барысында. Бәрін бір күнде өткізбейсіз, балалар жалығып кетеді. Әр күндері өткізесіз наурыз айында. Сабақтан тыс уақытта шақырып алып, немесе үзіліс кезінде деген сияқты. Бесінші жаттығу қолдаймын. Төртінші жаттығу көмектесемін наурыз айында. Наурыз айында болып жатқан іс-шаралардың соңында да қысқаша өткізіп жіберуіңізге болады. Сынып жетекшісінен рұқсат сұрап. Бесінші релаксация. Бұл бәрі наурыз айындағы. Келесі сараптамалық анықтама бұл сәуірге арналған міне. Сіз келесі оқу жылын жазып қолдануыңызға болады. Енді биылғы оқу жылы аяқталды ғой. Сараптамалық анықтаманың басы, ортасы, яғни жалғасы, бұл жалпы, бұл да жалғасы сараптамалық анықтама. Мынау соңы сәуір айы бойынша сараптамалық анықтаманың
келесі мамыр айында ұйымдастырылған іс-шаралар бойынша сараптамалық анықтама, міне бас жағы жалғасы, мынау да жалғасы. Бұл соңы қорытынды, яғни келесі 25-26 оқу жылына арнап тастайтын ұсынысыңыз. Бұл осы бойынша қысқаша педагогикалық кеңесте айтып кеткеніңіз дұрыс. Бір керектеріңізге жарасын, әріптестерім. Лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып, каналды қолдап таратып отырыңыздар. Келесі кездескенше қажетті материалдарыңыз болса, республикалық психологтар чатына салыңыздар, немесе менің жекемізге салыңыздар. Мен осы YouTube каналым арқылы сіздермен бөлісіп отырамын.